Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында қойылған талаптардың бірі латын әліпбиіне жүйелі түрде көшу. Ол үшін ең бірінші мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әліпби оқытылып, жазу сызуды үйрету керек. Осыған байланысты тіл мамандары мен педагогтар әдістемелік республикалық дөңгелек үстел ұйымдастырды. Онда ұстаздар латын әліпбиіне көшудің стратегиялар туралы идеялармен бөлісті. Латын әліпбиіне көшу мәселесі былтыр қолға алынды. Ғалымдар алфавиттің бірнеше нұсқасын ұсынған болатын. Биылғы жылдың ақпан айында елбасымыз екінші нұсқаға тоқталып, осы нұсқаны жетілдіре түсу туралы тапсырма берген. Қазіргі кезде латын әліпбиіне байланысты 3 топ жұмыс істеуде. Оның біріншісі орфографиялық топ, екіншісі терминологиялық топ, үшіншісі әдістемелік топ. Енді қазіргі мәселе мынау елбасының бекіткен әліпбиінің негізінде емле ережесі жасалып жатыр. Орфографиялық топтың мүшелері, соны енді біздің осы Қазақстанның тілші мамандары, мұғалімдері және осы әдіскерлер барлығы бірігіп, осы емле ережені жасалып жатыр. Енді қазір осы емле ереже осы биылғы жылдың аяғына дейін бекітілу керек. Қазір әліпбиді жетілдіре отырып қолданысқа енгізу филологтар мен педагогтарға жүктелген міндет. Бұл ретте мамандар пікірлері мен ұсыныстарын жеткізуде. Сонымен қатар нақты жұмыс жоспары бекітіліп, жаңа әліпбиді қолданысқа енгізу бойынша атқарылатын жұмыстар сараланды. Күн тәртібінде кезек күттірмейтін 3 мәселе болып отыр. Оның біріншісі маман дайындау, екіншісі білім бағдарламаларын жаңғырту, және үшіншісі білім ресурстарын дайындау. Білім ресурстарының өзін дидактикалық, әдістемелік және электрондық тұрғыда дайындауымыз керек болады. Міне осының бәрі қыруар шаруаларды қажет етеді. Әлі жаңа ғана бекітілген әліпбиіміз, әлі де көпшіліктің ішінде көптеген бәсекелі мәселелер туындап отыр. Пікірталас, қоғамдық пікір деген оңай емес. Бірақ дегенмен оның бәрін күтіп отыратын уақыт жоқ. Біз кезең-кезеңмен осы мәселелерді жүзеге асыруымыз керек. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің шешімімен осы 5 мектепті, бастауыш мектептерді мектеп алды даярлық үдерісінде латын әліпбиін енгізу. Соған сәйкес 2019 жыл 1 қыркүйегінен бастап барлық кітаптарды, сол кітаптар дайындалып жатыр латын тілінде. Осыны апробацияны өткізеді бірінші 5 мектепте. Содан кейін барып басқа мектептерге сол тәжірибені тарату көзделуде. Әліпбиді қолдану халыққа ыңғайлы болу керек. Онда қазақ тілінің өзіндік ережелері мен заңдылықтары сақталғаны абзал. Қазіргі таңда ғалымдар осы бағытта жұмыс істеп жатыр. Мектептегі бастауыш сыныптарға осы әліпбимен жеделдетіп, оқулықтар шығару тапсырылған. Сондықтан бұл бағытта атқарылатын жұмыстың ауқымы мол. Нұрмахан Кенжехан, Абай Құралбаев, Ерол Мақашев, Тұран Ньюс.